Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Мен бүгін оразаның ең соңғы күніне осындай кеспе көже пісірдім. Дайындалу жолын көргіңіз келсе, алдағы видеоның соңына дейін көріңіз. Ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, бөлісетін достарыңызға, таныстарыңызға, келіндеріңізге, туыстарыңызға бөлісе отырыңыз. Сәлем достар, бүгін мен оразаның ең соңғы күніне кеспе көже пісіремін. Ол үшін маған бір 300-400 грамм қой еті керек, сүйекті еті. Салқын суға салып қайнатып аламын. Ет қайнап бастаған кезде көбігінен жақсылап тазалаймыз. Көбігін тазалап болғаннан кейін мен оған бір немесе екі ұсақтау пиязды салып жіберемін және 1,5 шай қасық тұз қосамын. Бір кішірек лавр жапырағын қосып, орташа отта 1,5 сағат қайнатамын. Ет қайнап жатқан кезде 1 шай кесе ұнға 1 жұмыртқа және салқын су араластырып, 1 күлше қамыр илеп аламыз. Бұл қамыр маған өте көп болады, сондықтан мен бұның жартысын ғана аламын да, жартысын тоңазытқышқа салып тастаймын. Жартысын келесі кеспе көжеге пайдаланатын боламын. Қаттылау қамыр илеп аламын. Осындай етіп, міне 1 шай кесе ұннан шамамен осынша қамыр шығады. Ауа бармастай етіп 20 минутқа қалдырамыз. Қамырды илеп қойғаннан кейін 1-2 қызанақты осылай кішкене тілік жасаймыз. Тілеміз, яғни. Және оның үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Біз қабығынан ажыратып тастауымыз керек. Осылай ыстық су құйған күйінде 3-4 минутқа қалдырамыз. Бір кіші сәбізді шамамен өте жіңішкелеу етіп турап аламыз, үккіштен шығармаймыз. Және 2 пиязды текшелеп ұсақтап турап аламыз. Бетіне қайнатылған су құйылған қызанақтарымыздың қабығын алып тастаймыз. Қызанақты ұсақтап текшелеп турап аламыз. Кесіліп тұрған сәбіз, пияз, қызанақты қайнап жатқан сорпаға саламыз. Оған дейін бастырып қойған қамырдың 1/3 бөлігін алып, жайып аламын. Өте қатты жұқа етпей қамыр кесіп аламыз және оны қайтадан оқтауымызға ораймыз. Ораған қамырды ортасынан кесемін. Енді осы бөлікті жіңішкелеу етіп кесіп шығамын. Барлығын кесіп болып, орталары ашылатындай сапырылыстырып жібереміз. Қамырымыз дайын. Қайнап жатқан тамағымыздан еттері пісті. Еттерді бөліп алып, турауға дайындаймыз. Етті сүзіп алғаннан кейін пешті ең жоғарғы деңгейге қоямын. Сорпаны бір рет қатты қайнатамын. Сорпа қатты қайнап жатқан кезде дайындап қойған қамырды саламын. Араластырып 3-4 минут қайнатамын. Қамыр қайнады. Енді оған турап қойған етті қайтадан салып жіберіп, бірге 1 минут, 2 минут бойы қайнатамын. Тамағымыздағы лавр жапырағын бірден алып тастаймыз, себебі ол сақтау кезінде немесе су кезінде қалып қалатын болса, дәмін бұзып жібереді. Енді тамағымызды құйып аламыз. Құйып алған тамағымызға қалауымызша аскөк қосамын. Сонымен тамағым дайын болды. Бұл менің 2021 жылдың оразасының ең соңғы күніне ауызашарға дайындаған
ас мәзірім болатын. Оразадан оразаға аман есен жете беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.